Сібір қазақтарының тарихын зерттеуші Шалқарбек Кәрібаев менің артқы жағында тұрған Қаржас ауылы туралы өте қызықты деректер келтіреді. Бұл ауылға бұрын әсіресе Баянауыл, Қарқаралы өңірінен келіп, демалып, қоныстанып, араласып кететін қазақтар өте көп болған. Әкем Баянауылдікі, әкем Павлодардікі, өзім осы Қаржаста туып өскенмін. Ол кісілер бұрын Қаржасқа 46 жылы, 45-46 жылы көшіп келген. Содан мында колхоз болған. Сол колхозда көп кісілер баяғыда аштық жылы Қазақстаннан көп кісілер ауып келді ғой. 28-32 жылдары. Содан енді біз осында әке шешем осында енді тұрмыс құрды. Аштық болған кезде қазақтардың құтқарылған мекені болды дейді. Осы Қаржас ауылында әсіресе көп осында келіп кеткен дейді. Оның енді негізі оның бәрі рас, бірақ енді ары қарай тарихты қозғалсақ, бұл жерде енді қазақ ежелден болған. Әсіресе керейлер, осынау біздің төмен жаққа шейін төмен бар, анау шейін жаққа солай бар керейлер тұрған жер. Оны шындап келсе, ары қарай зерттесе бәрі ол несі жаны. Әкеміз, шешеміз келген 28 жылы голодовка болды ғой. Вообще мына неде өздері туған аштық болған. Олар неден Баянауылдан, олар бұрын шешеміз айтатын, біздің мына әкесі, шешесі Рана Умирлана, әкесі саудагер болған кісі. Сонда мына таудың арасында нелер тұрған екен, мына юрталардың аты. Менің папкам мысалыға ол осы Қаржасқа күйеу болады. Мам менің, оның папкасы, енді біздің атамыз, әжеміз, олар осыны басынан тұрған. Олар туған жерлері менің дедушкамның, енді нағашы атамның, үлкен нағашы атамның туған жерлері Қарағанды облысының Қарқаралинский районынан олар келген. Қарқаралыдан келгендер көп екен, негізі. Сосын екі ағасы кетіп қалған, менің атаммен, сосын кіші інісі қалып қойған. Бірақ кіші інісі сосын кейіннен ол Петропавловскин Қарағуға деген жерге көшіп кетті. Қарағуға дейді. Сонда тұрды.